сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін кешкі асқа мен орама дайындайын деп тұрмын. Енді ол үшін бізге ұн керек. Ұнды аз мөлшерде алып тұрмын. Өйткені ұнның құрамына укроп қосатын боламын. Ал укропты балаларым ұнатпайтындықтан укропсыз да илеймін қазір. Енді бізге ол үшін су керек, тұз керек және де бір жұмыртқа керек. Ал ішіне қосуға фарш, жуа, сәбіз, бұрыш, тұз керек болады. Қамырымызды да илеп болып қалдық. Ал енді бұл қамырымды бірден кішкентай зуалаға бөліп дайындап қоя берейік. Бұдан кейін укропсыз қамыр илеймін тағы да. Ал мінекей, екінші қамырымыз да дайын болды. Бұл укропсыз. Ал енді біз орамамыздың қоспасын дайындап алайық. Ол үшін фаршымызды әкеліп ыдысқа салып аламыз. Жуасын уақыттап тұрайыз. Енді біз сәбізімізді күштен өткіземіз. Мінекей, сәбізімізді дайындап болдық. Енді қосамыз. Мінекей біздің қоспамыз. Енді бұған біз бұрыш саламыз. Көзбен өлшеп сала беремін мен. Сосын тұз саламыз. Фарш тұздалмаған әрине, сондықтан тұзды толтырып қасықпен толтырып саламыз. Ал фарштың құрамында майы да көп, сондықтан май ештеме қимаймын, араластыра беремін. Ал мінекей фаршымыз дайын. Фаршымыз дайын болды, енді қамырымызды жазамыз. Ал мінекей біздің қамырымыз жазып болды. Енді бұны кішкене майлап жібереміз, сосын ішіне қоспасын саламыз. Енді осылай қатты толтырмаймыз. Фаршы толып ауыр болып кетсе де қамыр жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан да әр жерден осылай төсейміз. Фарш салынғаннан кейін қамырымызды ораймыз. Мінекей, оқтауымызбен ораймыз. Енді бұл оралған қамырымызды былай ортаға жинап аламыз. Сосын жаймен оқтаудан ысырып, оқтауымызды ысырып шығарып аламыз. Мінекей, біздің орамамыз дайын. Кепке қоя тұрайық. Ал мінекей, барлығын дайындап алдық. Енді майлап мантабаркімізге саламыз. Мантабаркымызды отқа 45 минутқа қойып аламыз. Қайнаған сәттен бастап санаймыз. Ал енді уақыт болды. Орамамыз дайын болды. Түсіріп алайық. Болды біздің орамамыз. Қазір. Піскеннен кейін үлкен болып кетті. Сондықтан зуаланы кішкентай қылып алған дұрыс екен. Мінекей, укроп қосылған түрі сіздерге көрсетейін жақындатып. Бетінде подливасы бар, бұл менікі деп қояйын ба. Ал мынау подливкасы жоқ түрі, бұл балаларға арналған. Ал енді бізге дәмін көріп бағасын айтатын. Сәлем достар, бүгін мамамның пісірген тамағын дәмін татып бағасын сіздерге айтайын. Вилкамен ала ғой. Керемет. Сіздерге көрсетейін. Сәлем достар, мамамның парақшасына тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау саламат. Қалай, дәмді ма? Ал құрметті менің көрермендерім, үйлеріңізде де осылай әзірлеп көріңіздер. Өте керемет, дәмді. Назарларыңызға рахмет. Маған лайк басыңыздар, парақшама жазылып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сау, сәлемет болыңыздар.